бір рет қателік болуы мүмкін, бірақ сіздің бүкіл келісім шартыңыз осыған негізделген. Менің тағы бір сұрағым бар. Сіз Талғат Құдайбергенұлының компаниясымен ұзақ мерзімді ынтымақтастықта екеніңізді көріп отырмын. Иә, біз онымен көптен бері жемісті жұмыс істеп келеміз. Оны бұл қаладағылардың бәрі біледі. Менің ойымша бұл көп нәрсе айтады. Әрине, дейді Асылым, дұрыс айтасыз, оны көп адам біледі, соның ішінде мен де. Мен сіздерге айтайын, оның серіктестерінің арасында сіздік сияқты компания жоқ, және болуы да мүмкін емес. Асылым орнынан тұрып, құжаттарды Ерсұлтанға беріп сұрады. Бара берсем болады ма? Ол қобалжып басын изеді. Иә, әрине. Асылымның сөзінен кейін ғана ол не болғанын түсінді. Әрине, бәрі әдеттегідей. Осы уақытқа дейін сенімсіздігінің жауабы көз алдында тұрған екен ғой, ал ол болса осы уақытқа дейін оны тереңнен іздепті. Ерсұлтан қонақтармен қоштасқан бойда кабинеттен атып шықты. Қоштасудың аяғы бұлай тыныш болмас еді негізі, тіпті үлкен дауылға ұласар еді. Тек Ерсұлтан одан гөрі тезірек Асылымды тауып, онымен сөйлескісі келді. Ерсұлтанның Асылым туралы ойы өзгере бастады. Оны өзі де жақсы сезіп келе жатты. Асылым 1 минут бұрын шығып, сол бұрышқа қарай бұрылып кетті. Деп хатшы қыз бастығын бағыттап жіберді. Ерсұлтан барлық қызметшілердің көзінше Асылымның артынан көшеге шықты. Бұрылыстан бұрылып қалып еді, алыста кетіп бара жатқан Асылымды көрді де таңырқап қалды. Себебі Асылым су жаңа көлікке отырды, ал көлігі Ерсұлтанның көлігінен кем түспейтін. Ерсұлтан жүгіріп барып, Асылым отырған жақтағы терезеге келді. Мүмкін сөйлесерміз, келісім шарттағы қателерді қалай табуға болатынын білетін қымбат көліктегі еден жуушы қыз. Асылым күрсініп көліктен түсті. Сізге бұның бәрі не үшін керек? Маған тек 1 ай ғана тазалықшы болып жұмыс істеу керек болды. Ерсұлтан күлді. Енді мен міндетті түрде сізді жайыңызға қалдырмаймын. Осы жерде жақын маңда дәмхана бар. Сол жерге барып бір шыны аяқ кофе ішуге қалай қарайсыз? Талғат Құдайбергенұлы қызына таңдана қарады. Қызы ақ түсті той көйлегін киіп айнаның алдында тұрды. Қызым, сен қашан өсіп үлгердің? Кеше ғана кіп-кішкентай қыз едің ғой. Ал бүгін ұзатылып бара жатырсың. Әкешім, менің жасым 25-те ғой. Сен ұмытып кеттің бе? Деп күлімсіреп Асылым әкесін құшақтап бетінен сүйді. Негізі мен биыл күйеуге шықпасам кәрі қыз қатарына жатқызыламын деп құлағына сыбырлап күліп жіберді. Сол кезде нең бар еді, 1 айға Ерсұлтанның компаниясына еден жуушы болып орналасып, енді міне сол кездесу тойға жалғасты. Бірақ бір жақсы жері енді сенің қырсықтығыңды Ерсұлтан көтеретін болады. Ал мен тыныш ұйықтаймын. Асылым тарқылдап күліп жіберді. Әкешім, уайымдаңыз, менің қырсықтығым барлығына жетеді. Ерсұлтанға да сізге де. Әкесі күліп жіберді. Күйеу баламды аяймын. Аллаға аманат енді. Деп күліп жіберді. Соңы бұл әңгімеде соңына жетті. Құрметті тыңдарман, бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Әңгіме ұнады ма? Алдағы уақытта көптеген жаңа әңгімелер жарық көретін болады. Жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыз.